Сәлем достар, сіздермен өте ерекше, жұмсақ, сочный болатын котлеттер жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауық етімізді кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Және соломка етіп турап аламыз. Бөліктерді майда қылып тұрғандарыңыз дұрыс. Сырды үккіштің майда көзінен өткіземіз. Өзіңізге ұнайтын кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Сырымызды салғамыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Бір жұмыртқа саламыз. Бір ас қасық қаймақты саламыз. Бір ас қасық майонез бізге жеткілікті. Тұз, бір ас қасық. Перец саламыз. Қара бұрыштан. Паприка саламыз. Ұнатсаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Және 2 ас қасық ұн саласыздар. Жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Қыздар, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қызып тұрған тапаға котлеттерімізді орналастырып, екі жағынан жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Тапаға салған кезде форманы өз қалауыңызша жұқа етіп жасап аламыз. Екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Қыздар, мінекей біздің котлетіміз дайын болды. Өте ерекше, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Хадиша. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.